Электр энергиясы әлсіз. Мектеп басталды, кешқұрым балалар сабақ оқи алмайды. Ал тұтыну техникаларының барлығы істен шыққан. Жарықтың жайын айтып, бармаған жер баспаған тауымыз қалмады. Осылай деп, арнамызға Төле би ауданындағы Көксәйек елді мекен тұрғындары үшбу хат жолдап хабарласты. Ауылдағы ағайынның айтуынша, ескіріп әбден тозығы жеткен электр жүйесі осыдан 30 жыл бұрын орнатылған. Оның өзін ауыл азаматтары өздері ақша жинап қойдырған. Төле билік тұрғындардың жанайғайын әріптесім Гүлсанат Қалмырзағызы тыңдап қайтты. Мына трансформаторды өзіміздің балдар қойды. Өз ақшасын ал сатып әкеп. Ауыл осы жердің, ауылдың. Мына блоктарды мен жұмыс істейтін жерден өз трактормен сүйреп әкелдім. Жел тұрып, боран болған кезде столбыларымыз құлап қала ма деп қорқамыз. Бала-шағадан қауіптенеміз. Шәмші Қалдаяқов көшесінде 200-ге жуық үй, 3000-нан астам тұрғын бар. Кеңестік кезеңнің колхозы құрылғанда қара жұмыстан қашпаған қауым нағыз көшеге қазығын қағып, бірлікте өмір сүруге бекініп еді. Ал бүгінгі жағдай осы. Жарыққа жарымай отыр. Ауылдың көнекөзі Күлімхан ананың елді мекенге тұрақтағанына 30 жылдан асыпты. Осы жерде отырған елді мекен осы трансформаторды қойды. Ішінде майын да әкеп өздері сатып әкеп қойды. Сол трансформатор, сол жағдай, сол жағдай. Екі кештің арасында балдар сабақ істей алмайды. Ол кір жуу деген былай тұрсын. Әр үйде 6-7 баладан бар. Өзімді көп балалы анамын. Көршімде, өзім келімде көп балалы аналар. Барлығы мектеп жасындағы балдар, балабақшаға баратын балдар. Ешқандай мына судан, газдан біз жаман не көріп атқан жоқпыз. Қорлық бізде светтен болып отыр. Ауылдағы 200-ден астам үйді жарықпен қамтамасыз етіп отырған трансформатордың ахуалы мынау. Мұның өзін 80-ші жылдардың аяғында тұрғындардың өздері қаржы жинап қойдырған. Оған жалғанған электр сымдары да күнге күйіп күлдіреп кеткен. Қырық шамау желі адам өміріне өте қауіпті дейді тұрғындар. Былтырғы жылдың басында осы жаңа столпыларды қоя бастады, бірақ ешқандай қорытынды болған жоқ. Бұлардың бәрін қадап кетті. Ары қарай тірліктің ешқайсысы тынған жоқ. Мына ескі столпылар салбырап тұрған доқтар туралы бәріне жалпы айтқанбыз. Аудан әкіміне кіріп ескертіліп айтылған, түсініктемесін бәрі айтылды. Сұрандық біз бұл столпыларды қашан бітеді. О кісіге де ескертілдік. Мынау жаңадан сайланған әкімге де ескерткенбіз. Оның алдындағы әкімнің есігін қаға шаршағанбыз халық. Электр энергиясының әлсіздігі бүкіл ауыл тұрғындарының бас ауруына айналды. Жарыққа жармай отырған жұрттың жанайқайына құлақ асар жан табылмай отыр. Ескіріп әбден тозығы жеткен электр бағаналары жел қақса құлауға шақ. Ол талай адамның қалайын теріп күйіп кеткен, ол тоқ етерін айтқанда түнгі сағат 12-ден кейін қосамыз, сағат 7-ге дейін, ары кетсе 7-ге дейін, таңғы 7-ге дейін қосамыз. Бұл одан кейін қосылмайды. Телевизорде, холодильникте кір жуатын уақытта сол. Ол енді олар жұмысқа бара ма, түн жарында холодильникті қосып кір жуа ма? Әкімімізді танымаймыз, жаңадан сайлап едік деген Бұқараға Көксәйектің су жаңа әкімін шақырып бердік. Халқымен тілдестірдік. Сайлау алды тұғырнамада берген уәдесін айтсын дедік. Шәмші Қалдаяқтың бұл жерде ғана емес, тағы басқа ауылдарда да жаңа қойылып жатыр. Стол бағаналары. Енді ішкі мәселелермен бір тоқтап қапты бұл жер. Өткенде бұны зерттеп, бұл жердің бәрін кеп аралап, көріп ауылдың барлығын. Қазір бұл жер мен тікелей өзім қадағалауымда, оны тікелей қадағалап айтып жатырмыз, онда ауданға да шығып жатырмыз. Қаласа сентябрьдің аяғына шейін бітіріп береміз деп өткенде уәделерін берді олар маған. Ескірген электр жүйесін жаңартуға былтыр қазынадан қаражат қаралып, жаңа бағаналар орнатылыпты. Оның өзі аяқсыз қалған. Ал ауылға сайланған су жаңа әкім жақын күндер жұмыс жалғасады, қыркүйекте қараша сапалы жарықпен қамтылады деп сендірді. Төле би ауданынан Гүлсанат Қалмырзағызы, Әлем Мәлік, Нұрлыбек Берікбай, жаңалықтар.